Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сүтке үйленген қамыр дайындаймыз. Жылы сүтке 11 грамм ашытқы мен ас қасық қант қосып араластырамыз. Жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Терең ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, қаймақ, қант, ванильді қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған апарымызды қосамыз. Електен ұнды өткізіп, қамыр басамыз. Он 15 минутқа жылы жерге қоямыз. Қамырға тұз, бөлме температурасындағы майды қосып, 10 минут басамыз. Қамырды жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырды қолмен басып жайып, видеода көрсетілгендей жинаймыз. Бетін жауып, 20 минутқа қалдырамыз. Жиырма минуттан кейін тағы да қайталап жаямыз. Жиырма минутқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Рецепті ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз.